Болсаңыз достар, сол заводқа мұрат етеміз. Сол заводта осындай бір магазин болған жер. Құлас үйдің иесі айту бойынша магазин болса да болады, тұратын жай қылса да болады. Бірақ мына жақта бөлмелері бар. Осындай кең бөлмесі бар. Одан кейін мына жақта студенттер жатырған екен, тағы бір бөлмесі бар екен. Қазіргі уақытта жақыннан бастап квартираға беріп қойған. Мына қарап келіп көрсетеміз, температура. Мына жерде кішігірім сондай бөлмесі бар. Основной бөлмелер мына жақта мінекей. Спальный дейміз бе, детский дейміз бе, құлас сондай. Қазір уақытта қоймай ғана есігінде тұрған сондай бөлмесі. Оны нақты көрсет. Осындай кең шай ішіп отыратын өте қолай, өте ыңғайлы асханамыз. Бұл тарихында болса, қойғанымыздай туалет, ваннасы. Үйіміздің бағасы 350 миллион айтылады. Әлбетте келісімді экрандағы номерлерге хабарласамыз, сол заводтан үй жай іздеп жүрген достарға бұл видеоны жібереміз. Құдай қаласа, қоңырат бойынша үй-жай сатуда сізге жақыннан беймәле жәрдем бере аламыз. Егер сатылатын үй-жайларыңыз квартираға берілетұғын, әрқандай имаратыңыз бола ма, ямаса жер-жай, домыңыз бола ма, арендаға беретін, квартираға беретін, хабарласа береміз. Құдай қаласа, қолымыздан келгенше мощный етіп, бесплатный реклама істеп береміз. Олай болса, сырттан жайласқан жерін көрсетеміз, сонымен видеоны жұмақлаймыз. Достар, мен өзім сол заводта тұрмағаннан кейін бұл үй арзан ба қымбат па білмеймін. 350 миллион айтып жатыр, әлбетте келісім деп жатыр. Егер сол заводта тұратындар болса, комментарияға жазамыз, 350 миллионға арзан ба қымбат па. Ал олай болса, достар, мінекей үйіміздің сондай алдында мынандай навесі бар. Шетмеларға қамыстанған. Одан кейін бұл жер бағана видеода айттым ба, айтпадым ба? Магазин қылып қоюға да болады, үй қылып қоюға да болады. Енді жайласқан жерін көрсетеміз. Сол заводта поселкеге кіріп келгенде, әдеге ана-амандағы таксилер жинап тұрады. Таксилерден келе бергенде осы жолдан мінекей Азиза маркет, сол заводта тұратындар білетін шығар бұл жерді. Әлбетте үйіміз келісімді, экрандағы номерге хабарласып, үйдің иесі 300 миллионға төңірегіне келеді дейді. Хабарласып көре бересіз, бәлкім оннан арзан беретін шығар.